Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай үй жағдайында Филадельфия сушиін жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен күрішімізді 3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін оның үстіне суық су құйып, 150 грамм күрішке 300 мл су құямыз да, оны отқа қоятын боламыз. Оттың астын қатты жылдамдыққа қойып, осылай бетін жауып, ең алдымен қатты жылдамдықта пісіріп алатын боламыз. Бір 2-3 минут қайнаған уақытта оттың астын баяу қойып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Біздің күрішіміз дайын болады, 15 минуттың ішінде пісіп шығады. Суы барлығы біткен уақытта оттың астын өшіреміз де, осылай бетіне орамал жауып, тағы да қақпағын жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін күрішімізді аламыз. Орамалды ашамыз. Мінекей қараңыздар, суы барлығы толығымен орамал сіңіріп, сорғып күрішіміз құрғақ болып тұрады. Енді осының үстіне 2 ас қасық рисовый уксус құятын боламыз. Ондай уксустар өзі магазинде сатылады, рисовый уксус. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Араластырған уақытта осылай шетінен ортасына қарай араластырып суытып аласыздар. Негізі Филадельфия сушиіне қияр қоспайды, бірақ мен өзім ортасына қияр салғанды ұнатамын. Сол себептен осылай қиярдың тек қана шеткі бөліктерін кесіп алдым. Қатты жерлерін кесіп аласыздар. Және бізге нори қажет болады сушиді орау үшін. Енді осы норидің шетінен 5-6 сантиметрдей кесіп алып тастайтын боламыз. Мен қазір 2 Филадельфия сушиін дайындайтын боламын. Сол үшін осылай 2 нориді кесіп дайындап алдым. Және бізге сушиді орауға циновка қажет болады. Енді нориміздің бетіне суыған күрішімізді алып, осылай жайып шығатын боламыз. Күрішті жайған уақытта күріштеріңіз норидан 1-2 сантиметрға сыртқа шығып тұруы қажет. Жақсылап тегістеп жайып алғаннан кейін, осылай циновканың көмегімен күрішті бір тегістеп алып, екінші жағын аударамыз. Міне көрдіңіздер ме қыздар, екінші жағын аударған уақытта біздің күрішіміз норидан 1-2-3 сантиметрге артығымен шығып тұруы қажет. Енді осылай ортасына творожный сырымызды саламыз. Одан кейін бетіне қасына қиярымызды салып алатын боламыз. Негізі циновканың бетін пищевой пленкамен орап алған дұрыс болады. Мен пищевой пленка таппағаннан кейін бір рет қолданатын целлофанды қолдандым. Енді біз сушиімізді орайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, циновканың көмегімен сушиімізді жақсылап, міне қараңыздар, жақсылап престеп 2 рет орайтын боламыз. Бір орағаннан кейін тағы бір орап тегістеп аламыз. Одан кейін осылай 2 шетін тегістеу керек болады. Оны да осылай сушидің 2 шетін циновканың шетіне апарып, қолдарыңыздың көмегімен бір жағымен циновканы басып, екінші жағымен қолмен итеріп тұрып, осылай тегістеп аласыздар. Мінекей біздің сушиіміз дайын болды. Осындай болып теп-тегіс төп-төп пішті болып шығуы қажет. Енді осының бетіне бізге қызыл балық қажет болады, семга балығы. Осы алдын ала балықты кесіп дайындап алдым. Осылай балықты үстіне қойып шығып, тағы да циновканың көмегімен жақсылап қолымызбен жақсылап басып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді тағы да 2 шетін, тағы бір 2 жағынан да тегістеп аламыз. Жақсылап қатты қолдарыңызбен басып тегістеу керек. Суши жасаған уақытта осы басты техника, қатты басып престеп орау керек. Енді жақсы өткір пышақпен сушиімізді кесетін боламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Пышақтарыңызды кескен уақытта қайта-қайта сүртіп тұрған дұрыс болады. Сол кезде ортасындағы творожный сыры балыққа жұғып қалмайды. Мінекей мен сушиімнің барлығын дайындап 8 бөлікке осылай бөліп алдым. Енді арнайы сушидің осылай коробкасына салып, қасына имбирін, соясын қойып, әдемілеп шықтым. Мінекей қараңыздар, біздің сушиіміз дайын болды. Осындай болып шығады. Ортасын қараңыздар, творожный сыры ортасында, қияры ортасында, бетінде балығымен өте керемет болып шығады. Енді дайын болған сушиіміздің бетіне унаги соусын құятын боламыз. Осымен біздің сушиіміз дайын болды. Мінекей қыздар, қараңыздар, осындай керемет болып шығады. Дәмі де өте керемет. Жасап көріңіздер. Рецебі өте оңай. Жасалу жолы да өте оңай. Рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздермен тағы да басқа сушилардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ас болсын.